Алтайдың алтын алқасы. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз өздеріңізбен бірге Өр Алтайдың төрінде орналасқан, жаның мен тәніңе ерекше серпіліс беретін Шығыс Қазақстан облысының ең көрнекті жерлерінің бірі Қатон-Қарағай өңіріне танымдық бейне саяхатымызды бастаймыз. Табиғаты ерекше, адамзатты таңғалдырғаны сонша, алғашқы зерттеушілер Швейцарияның табиғатына теңеген екен. Мұзтауын тұр қарашы, кемері кең қойны құт, желі жұпар шөбісі, тарбағатай, шабанбай, сауыр сілем саласы, бауырында құлпырған ырыс дәулет нұр тұнған Қатонның дархан даласы. Қатонның дархан даласында бұғы бағып, мүйізін емге жаратқан, көпшіліктің көңілінен шығып жүрген Жанат, Баян, Аққайың, Абзал, Рахман сынды түрлі сауықтыру орталықтары бар. Бұғының мүйізін жылына бір рет кесіп, мүйізінен ең құнды пантакрин дәрісі алынады. Рахман көлі Қатон-Қарағай ауданындағы шипалы жылы су. Рахман қайнарлары шипажайы Өскемен қаласынан 450 шақырым қашықтықта Қазақстан, Ресей, Моңғолия, Қытай елдерінің шекарасының қиылысқан жерінде орналасқан. Рахман қайнарының суы асқазан, ревматизм, гинекологиялық, жүйке, буын, тері, тыныс ауруларын және әр түрлі улану мен жараларды емдеуде қолданылады. Баян, Аққайың, Абзал, пантамен емдеу кешендері де Қатон-Қарағай ауданында орналасқан. Бұл сауықтыру орындарында комплексті терапия, фитотерапия, сауна терапия сияқты емдік шаралар қызметтері ұйымдастырылған. Ал Қатон-Қарағай ауданының Қарабиха ауылында орналасқан Жанат емдеу кешені 2003 жылдан бері өз жұмысын жүргізіп келеді. Бұл емдеу орталығы бір жолда 35 адамды қабылдай алады. Қатон-Қарағай ауданының Ақмарал ауылында орналасқан тағы бір емдеу кешені Қатон-Қарағай бұғы паркі деп аталады. Аталмыш емдеу кешенінің бір ерекшелігі аймақ паркінде 410 марал, 160 жылқы және 1370 шұбар бұғы өсіріледі. Қатонның керемет табиғаты мен сауықтыру орталықтары туралы өздеріңізге біраз ақпарат бердік. Өңіріміздің әсем табиғатымен жақынырақ танысқыларыңыз келсе, экранда көрсетілген біздің кітапхана қорымыздағы түрлі кітаптарды алып оқуларыңызға болады. Біз сіздерді күтеміз.